Мен әрдайым бір ауылда тұратынмын. Өгей әкеммен. Және де өгей әкем, анам қайда кеткенін білмедім. Мен ыдыс аяқтарды жуып, кір жуып жүремін. Кейде өгей әкем маған тамақ пісіріп береді. Мен ыдыс жуып, кір жуып жүремін. Әрдайым кір жуамын. Және де біз отын жарамыз, ағаш тасимыз. Және де бір құдық бар еді. Біз соған барып су тартатынбыз. Су тартып жүргенде оған ешкім келмейтін. Неге екенін білмедім. Және ол біздің құдығымыз болатын. Біз су тасу барысында бір зат көріп қалдық. Әйелдің заты болса керек. Әкем оған таңғала қарады. Әрине бұны көрмеген шығар деп ойладым. Және де ол әдемі болып шықты. Әкем бір кезде маған өте қатты қорқынышты күлкісімен қарады. Және де мен одан қатты шошындым. Өйткені оның күлкісінен не боларын білу мүмкін болатын. Өте қатты шошыдым. Және де мен сол жерде көзім бақырайында қорқып қалдым. Және де әкем мені құдыққа түсірмекші болды. Және де құдыққа түсіріп жатқан кезінде жіп шелке отырғызып құдыққа түсіре бастады. Және де сол кезде жіп үзіліп кеткен болатын. Мен суға оңбай құладым. Және де ол жерде бағалы зат мүлдем жоқ болатын. Бірақ әкем ол жерден бағалы заттарды әкелмесең шығармаймын дейді. Және де мен ол жерден бағалы зат көп екен дедім. Және де бұл жерде бағалы зат жоқ еді. Өйткені мен бағалы зат болмағандықтан мені шығармай қоятын еді. Мен сондықтан әкеме: әке, барлық зат бар екен, бағалы заттар көп дедім. Мен бірақ бұны бір шелекпен көтере алмаймын дедім. Әкем маған қарап тұрды. Бұл жерде көп, мен бірақ бір өзім көтере алмаймын дедім. Әкем тағы да тесілейіп қарап тұрды. Және де мен маған көмек керек дедім. Және де әкем құдыққа түспекші болды. Және де сол кезде әкем құдыққа түсу барысында жібі үзіліп мойнымен құлаған болатын. Құдыққа түсу кезінде мойнымен құлаған болатын. Және де сол жерде жіп үзіліп кетті. Әкем мойнымен өте қатты құлап, қорқынышты құлады. Өйткені өте қорқынышты болды құлаған кезінде. Және де сол кезде әкем қайтыс болып кетті. Мойны өйткені жыртылып кетті. Су қаннан дым көрінбеді. Және де мен қатты жылағым келіп кетті. Мен шошыдым. Және де әр түн сайын бізді біреу құтқарып алса дейтінмін. Бірақ ол мүмкін болмады. Өйткені бұл жерге тек қана әкем екеуміз ғана келетінбіз. Мен бір күні ренжіп отыра бердім. Және де әкеме қарап отырдым. Және де бір кезде әкем өте қорқынышты күлкісімен қарады. Мен өте қатты шошыдым. Мен сол кезде өте қатты шошыдым. Және де ол жерде ол өтірік шығар деп ойладым. Көзімді қатты жұмып алдым. Және де ашқан кезде жоқ, олай болып тұрмады. Және де мен әр таң сайын күтіп отырдым. Және төбеден біреу: "Мұнда біреу бар ма?" деген сөзді естідім. Және де мен тыныш қана отыра бердім. Және де ол әйелдің даусына қатты ұқсады. Тағы да сөйлей бастады. Бір түрлі таракандар мені басып кетті. Мен қатты қорықпай отыра бердім. Тағы да айтты: "Мұнда біреу бар ма?" деді. Және де мен: "Бар" дедім. Біз әкем екеуміз құлап түстік. Және де әкемнің мойны жыртылып қайтыс болып кетті дедім. Және де ол жерден бір көлеңке көрінді. Және де мен қатты шоши бастадым. Мені шығаратын шығар деп ойладым.
және де мені көтеріп шығара аласыз ба дедім. Және де ол мені шығарамын, мына жіптен ұста деді. Мен жіптен ұстадым және де алаңсыз шығып алдым. Ол менің анам секілді болып көрінді. Қатты қуандым. Мені қуана бастадым. Және де оның артында самурай қылышы болатын. Мен оны құшақтап алдым. Бірақ артқа қараған кезде осы құдыққа құлаған балдарды көрдім. Бәрі де жылап, ренжіп отыр екен. Және де мен қайда баратынымды түсіндім.